Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Алыс ауыл шалғайын, айтар елдің жағдайын. Сәт келді міне. Бүгін елдегі адамның есіне кіріп шықпайтын азық-түлік бағасы мен ішіп жейтін ас судың қалған қоры турасында айтпақпыз. Бағдардың бұл саны басқадан ерек, жөні бөлек болғалы тұр. Құрметті көрермен, бұл бейне жазбаны көрместен бұрын жақсылап жайғасып алыңыздар, Әйтпесе, ақ жағалылардың амалынан басыңыз айналып, құлап қалуыңыз әбден мүмкін. Ендеше, бағдардың кезекті санын бастаймыз. Өткен аптада премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин пиязды экспорттауға тыйым салынғаны жайлы айтып, аталған өнімнің елдегі қоры азайғанын жеткізді. Бұл ақпарат әлеуметтік желіде желді есіп, қызу талқыға түскен еді. Жұманғариннің айтуынша, елімізде пияз тапшылығына жол бермеу үшін сыртқы сауда қызметі мәселелері жөніндегі ведомство аралық комиссия пияз экспортына 3 айға тыйым салған. Бүгінде пиязға сұраныстың қатты өсуіне ең алдымен күннің суытуы себеп болды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты пияз тұрақты өсірілген елдерде қазір бұл өнім жоқ. Жалпы бізге айына 30 мың тонна пияз қажет. Сонда 3 айда 90 мың тонна. Бірақ тәжірибе көрсеткендей біз осы аралықта пияздың қалай шығарылғанын анықтай алмаймыз. Өнім Қазақстаннан сұр схема бойынша әкетіліп жатыр деген күдік бар. Мен шекара қызметі мемлекеттік кірістер комитетінің басшыларымен тікелей сөйлестім. Қазір қазақстандық тұтынушыларды пиязбен тұрақты қамтамасыз ету үшін осы жағдайда бақылауға аламыз, деді вице-премьер. Сондай-ақ сауда министрі Қазақстан басқа елдермен ерте піскен пиязға келісімшарт бекіткенін мәлімдеді. Алғашқы шарттардың бірі Тәжікстанмен жасалған. Бұл елден біздің елге 8 мың тоннаға жуық өнім жеткізілетін көрінеді. Ерте піскен пиязды жеткізу схемасына ірі сауда желілері Magnum, Small және Anvar қатысатыны айтылды. Министр журналистердің алдағы уақытта пияз қымбаттауы мүмкін бе деген сұрағына белгілі бір жоғарылау болуы мүмкін. Мен болжам жасай алмаймын. Бұл мәселе айтарлықтай субъективсі деп жауап берді. Бұлардың сөзіне сенсең, тамақты пиязсыз пісіруге дағдылану керек болады. Қош, дерегіміз анық, әрі жалпақ жұртқа белгілі болу үшін статистикаға назар аудардық. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша 2022 жылы елдегі пияздың өнімі 1,1 миллион тоннаны құрады. Бұл ретте қазақстандықтар жыл сайын бұл көлемнен 3 есе аз, орташа есеппен алғанда 315 мың тоннаны тұтынады. Республикада пияздың көтерме бағада бір келісі 150-170 теңгені құрайды. Ал көршілес Ресей мен Өзбекстандағы баға 240 теңге көлемінде. Бұл ақпаратты естіген көкелер, көрдіңдер ме? Біздегі елде бәрі арзан деп аяқтары жерге тимей қалуы мүмкін ғой енді. Бірақ аталған елдердегі инфляция мен экономиканың жағдайы біздің елмен салыстыруға келмейтіні өкінішті. Біздің көрермендер Қазақстанда пияздан бөлек проблема бітті ме деп қалмас үшін елдегі азық-түлік бағасы туралы бірер дерек баяндайық. Қазақстанда жыл басынан бері азық-түлік бағасы 25%-ға қымбаттаған. Жылдық динамикада азық-түлік қатты қымбаттаған өңірлер қатарында Маңғыстау, Түркістан және Жамбыл облыстары бар. Жемесең түсіңе кіреді, жесең тісіңе кіреді дейтін ет бағасы да айтарлықтай қымбаттапты. Энерджипром сарапшыларының дерегіне сүйенсек, жылқы етінің келісі 3000 теңге, қой еті 2700 теңге, сиыр еті 2400 теңге, тауық еті 1400 теңгеге жеткен. Сондай-ақ жұмыртқа және макарон өнімдерінің бағасы да өсіпті. Қойнауы қазынаға толы Қазақстанда азық-түлік тапшылығы болып, баға шарықтайды дегенге сену қиын әрине. Бірақ бұл шындық, сорақы, сұмдық. Ішерге ас таба алмай, титықтап отырғандарды табалағандай болып, жылқысы секілді жылы жаққа жылт еткіш жемқорлар жазасын алуы
тиіс. Аш жалаңаш отырған елін көріп, жүрегі ауырмайтын жансыз немелердің билік басынан аулақ болғаны ләзім. Құрметті көрермендер, бір айда отбасыңыз үшін азық түлік алуға қанша қаражат жұмсайсыздар? Комментарийге жазыңыздар. Жан айқайымызды естін десеңіздер, лайк басып, видеоны таратыңыздар. Жақсылық Зинешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.